Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әртүрлі есептер шығару. Бұл сабақта сен әртүрлі есептер шығаруды үйренесің, кері есептер шығару дағдысын меңгересің. Балалар, біз өткен сабақтарда есеп және есепті шығару жолдарымен танысқанбыз. Есепті шығару үшін не істеу керек? Ең бірінші, есепті оқу керек. Екінші, мағынасын түсіну керек. Үшінші, негізгі сөздерді анықтау керек. Төртінші, қысқаша жазбасын немесе сызбасын құру керек. Бесінші, есепті шешу керек. Алтыншы, есептің жауабын жазу керек. Осы ережені ұмытпаймыз. Енді балалар, бізге мынандай есеп беріліпті. Мұқият тыңдайық. Аулада 5 қайың және одан 3-ке артық терек бар. Аулада қанша терек бар? Сызбасын сызайық. Бірінші қайың. Қайың бізде 5 белгілі. Ал терек белгісіз. Оған сұрақ белгісін қоямыз. 3-ке артық. 3-ке артық дегенде не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 5-ке 3-ті қосамыз. Яғни шешуінде 5 қосу 3 тең 8. Жауабы 8 терек бар екен аулада. Енді мына есепке назар аударайық. Аулада 5 қайың және 8 терек бар. Ауладағы теректер қайыңнан қаншаға артық? Енді бұның сызбасын сызайық. Қайың 5, теректердің де саны белгілі 8. Бірақ бізге сұрақ басқаша болып тұр. Ауладағы теректер қайыңнан қаншаға артық? Қаншаға артық екен белгісіз. Ал қаншаға артық екен табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни 8-ден 5-ті азайтсақ 3. Теректер 3-ке артық екен қайыңнан. Енді осы екі есепті салыстырайық, балалар. Екі есептің де шартындағы берілген қайың менен терек бар екеуінде де. Бірақ сұрақтары әртүрлі. Біріншіде қанша терек бар екен табу керек. Ал екіншіде теректер қайыннан қаншаға артық екен табу керек. Сызбасына да мұқият қараймыз. Бірінші есепте қайың белгілі, терек белгісіз болған. Ал екінші есепте қайыңда теректе белгілі, бірақ қанша артық екені белгісіз болған. Бірінші есептің шешуінде біз қосу амалымен, екінші есептің шешуін біз азайту амалымен шештік. Сондықтан есепті шығарған кезде оның мағынасын түсініп, сұрағын түсініп алу керек, балалар. Енді балалар, бізге мынандай сызба берілген. Осы сызба бойынша есеп құрастырып шығарамыз және кері есеп құрастырайық. Сызбада құлын 5 дейді, жылқы белгісіз, 2 артық екен. Енді есептің қысқаша жазбасын жасайық. Құлын 5, жылқы белгісіз, 2-ге артық. Жылқы қанша? Шешуі 2-ге артық дегенде 5-ке 2-ні қосамыз, балалар. Сонда 7. Жауабы 7 жылқы бар. Енді кері есеп құрастырамыз. Кері есепте бізде, балалар, енді құлын белгісіз болады. Белгісіз ол бағана 2-ге кем болады жылқыдан. Ал жылқымыз бұл жолы белгілі болады, 7 болады. Сонда есептің шешуінде 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Жауабы 5 құлын бар. Жарайсыңдар, балалар. Енді оқулықтың 74-75 беттеріндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 71-72 бетіндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт, балалар.